Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барлық мақтау әлемдердің Раббысы Аллаға тән, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, бейне уағызымызда бүгін жала жабу тақырыбын қозғауды жөн көрдік. Себебі жала жабу білесіздер, адамға да қоғамға да зиян тигізетін ауыр күнә. Шариғатымызда, дінімізде бұл Алла тағала тарапынан ауыр күнә болып есептеледі. Яғни адамға жала жабу, оның істемеген нәрсесін істеді деп айту. Шариғатта жала жабу ғайбаттан да ауыр күнә болып есептеледі. Себебі ғайбат адамның бойындағы бар нәрсесін айту болса, ал жала жабу оның бойындағы жоқ нәрсені айтып айыптау. Сол үшін де шариғатта бұл үлкен күнә болып есептеледі. Дінімізде мұсылманның намысы, қаны, дүниесі басқа бір мұсылманға арам деп айтылады. Яғни шариғатта адамның ар намысы, қаны, мал дүниесі қорғалатындығын айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан шынайы мұсылман кім деп сұраған кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: шынайы мұсылман өзінің тілімен, қол аяғымен басқа бір мұсылманға зиян тигізбеген адам дейді. Жала жабу бұл басқа бір мұсылманға зиян тигізу. Ал кім мұсылманға зиян тигізсе, оның ғайбат айтса, оның етін жегенмен тең болады деген. Алла Құранда айтады: "Ей иман келтіргендер, сендерге бір бұзақы хабар жеткізсе, оны анықтаңдар" деген. Яғни бір адам сізге біреу туралы келіп, сырттан жала жауып, айыптап жатса, оған сену керек деген шариғатта дүние жоқ. Оны не істеу керек? Анықтау керек. Айтып отқан адамның кім екендігін білу керек. Ол шариғатта жала жабудың орны арам екендігін осыдан дәлел етеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: кім адамды істемеген нәрсесімен жала жабатын болса, қиямет күні Алла тағала ол адамды іріңге батырады, тозақта орны болады деген. Сол үшін де біздер жала жабудан сақтануымыз керек. Біреудің намысына тиетіндей, ол ұялатындай нәрсені айту дінде арам болып есептеледі. Алла тағала осы айтқан насихатымызды пайдалы қылсын. Иншалла сізбен бізге сондай жақсылықтар береке берсін.